Самал, материалдық дүниені түгендедіңіз. Бұрынғыдай жаңа көгеріп кеткен үйде тұрмайсыз, я не ішем, не кием демейсіз. Балаңызға да жақсы болашағын жасап жатсыз, иә? Иә. Дүниеңіз түгел, былайша айтқанда. Бірінші айтады ғой, басқа адамдарға көмектесу үшін бірінші өзіңе көмектес дейді. Егер де мен бірінші өзіме үйімді алып, өзім жағдайымды дұрыстап алмасам, мен басқа біреулерге бере берсем, менде іштей реніш болатын еді өзіме деген. Бірінші мен мойындаймын, әрине өзім жағдайымды жасап алдым, үйлерімді алдым, және баламды 10 елге қыдырттым, анама үй алып бердім, ағама машина, яғни бірінші бауырларыма, жақындарыма көмектесіп алдым. Жағдай жақсарған сайын айналаңыздағылар ақша сұрай бастайды ғой адамдар. Иә, көбісі жеңіл түрде алғысы келеді, бірақ жұмысқа шақырсаң көбісі келмейді. Біз тіпті жұмысшы таба алмай қалатын кездеріміз де болады. Сол кезде жаңағыдай андай орындар бар ғой, жұмыссыздықтардың орны, біздер заявка тапсырған өзінде келмейтін. Көбісі жұмысты ауырсынады. Мен ойлаймын, мен студент кезімде пол жуғанмын, подъездін. Мен ешқандай жұмыстан қорықпаймын. Қазірдің өзінде жаңа жыл болсын, наурызда бізде тапсырыс өте көп болады. Қыздар үлгермей жатқан кезде мен де кірісіп қосылып кетемін қастарына көмектесуге. Ешқандай жұмыстан қорықпаймын. Қазірдің өзінде мен дымсыз қалсам да, мен білем, ең бастысы Аллаға тәубе, менің аяқ қолым сау деймін де, жұмыс жасап таба алатыныма сенімдімін. Қандай жұмыс болса да. Қазіргі адамдардың жұмыс таңдайтынына таңғаламын. Бірінші адам кіріп бастап көру керек, сосын өзін көрсете білу керек. Ешқандай басшы керемет жұмыс жасап тұрған жұмысшыдан айырылмайды. Оған қайта бізге керек сондай жұмысшылар, яғни беріліп, жақсы жұмысын орындайтын адамдар керек. Мен дайынмын сол адамдарды көтеруге, оқытуға, өсіруге.